Екіншісі, мына жігіттің екінші жауап беретіні, үйіндегі қарт ата-анасымен әйел бала шағасына көңіл бөлді ме, бөлмеді ме? Әрқайсысы жеке әкесін қыдыртып, анасын қуантып, әйеліне көңіл бөліп, ұлына қарап, қызын, мына біздің елде қыздарымыз көрінген еркектің жетегіне кетіп атқаны, әке мен ағасы қызға көңіл бөлмегеннен екен. Кинотеатрға апарып, кафеге апарып, парктерді қыдырып жүретін болса әкесі мен ағасы, ол қызды көрінген еркек алдап әкете алмайды екен ғой. Түсінікті айта алдым ба, айтамадым ба? Байғұс ана қыз ешнәрсе көрмеген ғой. Сосын көшедегі любой жігіт жүр сені кинотеатрға апарамын. Күшті не ашылыптан жерде. Әкесінің уақыты жоқ, ағасының уақыты да жоқ. Сондықтан еркек Құдай ұл қыз беретін болса, әр ұлына, әр қызына көңіл бөлуге міндетті. Білмеймін, табасыз уақытты. Әкеңізге де табасыз, анаңызға да табасыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім анасымен бір кесе шай ішіп